біздің Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің музыкалық жас көрермен театрының 2-ші маусымы салтанатты жағдайда ашылып жатыр. Биыл біз үшін ерекше жыл, ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы, себебі осы театрда сол тәуелсіздіктің құрдастары еңбек етіп жатыр. Олар тәуелсіз мемлекетіміздің өнердегі әлеуеті, шығармашылық келбетін көрсетеді. Сондықтан олардың алдында биік мақсаттар бар. Енді біз бірінші маусымымызды 7 қойылыммен аяқтағанбыз. Биылғы жылда біздің алдымызда 5-6 қойылым қою жоспарда бар. Гоголь секілді әлемдік классиктің «Үйлену» деген комедиясын, сонымен бірге Жүсіпбек Аймауытовтың «Сылаң қыз» деген комедиясын, сонымен бірге Мар Байжиевтің және Мұхтар Әуезовтің шығармаларын сахналау алдағы күннің жоспарында тұр.